Қайырлы күн, достар. Бүгінгі біздің сабағымыз практика. Ол практика сабағы біздің абсолютті шамаларға арналған. Бірінші бізде мысал келтірейік, есепті берейік. Модуль 7 модульдің ішінде қосу -3 модульдің ішінде неге ол тең болады? Қалай оны біз есептейміз? Модуль 7 бізде 7-ні береді. Және -3 модульдің ішінде ол бізде 3-ті береді. Яғни осы бірінші есеп 10-ға тең. Жауап бізде 10 болады. Екінші мысал. Модульдің ішінде -5 көбейту 4-ке. Ол бізге және -2 көбейту 3. Бірінші. Бізде не болады? -20 модульдің ішінде, себебі 5-ті көбейткен кезде 4-ке -5-ті, ол бізде -20 болады. Сосын модульдің ішінде -20, -2-ні көбейткен кезде, -2-ні көбейткен кезде 3-ке, ол бізде -6-ға тең. Енді бізде -20, ол бізде 20, және -6 модульдің ішінде бізге 6 береді. Бірақ минус тұр модульдің алғы жағында. Сол себептен -6 есептің саны 14 болады. Осы бізде жауап. Үшінші мысал. Модульдің ішінде -12 бөлеміз 3-ке. Біз теория сабағында қасиеттерді, модульдің қасиеттерін оқыдық. Және 4-ші бізде қасиет, ол не дейді? Бірінші -12, ол бізде жоғар жағында және төмен жағында модуль 3. -12 модульдің ішінде бөлінген 3 модульдің ішінде, ол бізде 4-ші қасиет. И неге тең? Жоғар жақта 12 болады, модульді ашқан кезде, төмен жақта 3 болады. Жауап бізде 4. Дұрыс, жауабымыз 4 болды. Және мен сіздерге 4-ші мысал келтірейін. -2 плюс 7 модульдің ішінде қосу модульдің ішінде 4 -10. Бірінші бізде модульдің ішінде 5 болады. Себебі -2-ні қоссақ 7-ге, ол 5 береді. Ол модульдің ішінде 5 модульдің ішінде. Енді қосу 4 -10 бізде модульдің ішінде -6 болады. Енді 5 модульдің ішінен алсақ, ол 5 болады. -6, ол 6 болады. Бізде жауабымыз 11. Осы бізде дұрыс жауап. Осы сабақта біз абсолютті шамалардың практикасымен таныстық. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.